Достар, мен сендерге қайталап айтам. Еще раз говорю. Барлығы ондай емес, бірақ большинство по-любому, это больное общество. Больное общество, басқа адамды қабылдай алмайтын больное общество. Айтайын ба неге? Мысалы, сендер алдыңғы видеоға жазып жатсыңдар, неше түрлі бір-бірлеріңмен қырылып жатсыңдар. Мен жаңа колледж туралы әңгіме айттым ғой, дұрыс па? Мен соған по-любому оның ішінен бүйткен адамдар табылып жатыр да, жоқ. Басқа дін ұстанатындар бәрібір тозаққа кетеді. Мұхаммед пайғамбардың үмметімін демегендердің бәрі тозаққа кетеді деп жатыр. Достар, бәрін қоя тұрыңдар да ше, бір минутқа. Бәріміз дұрыста бір рет адам сияқты логически просто мейірімділікпен ойланыңдаршы. Мейірімділікпен дұрыстап тұр. Құдай біреу. Бәрінің сыйынатыны бір Құдай деп сендерге қайтадан айтам. Тыңдандар до конца, бірінші до конца тыңдандар. Кез келген дінде кезінде билікке келген ақымақ адамдардың кесірінен, іріткі салғыш адамдардың кесірінен, оңбаған сүмелек жауыз адамдардың кесірінен, дін бұрмаланды. Солардың кесірінен дін бұрмаланды. Сендерге христиандағы да, мысалы, исламдағы да байқасаңдар, дұрыстап байқасаңдар, қараңдаршы. Мысалы, ислам дінінде шейіт және суннит болып бөлінеді ғой, сунниттер шейіт деп. Мен баяғыда негізі кішкентай кезімде ол туралы білмегем. Кейін Әзірбайжан көршілеріміз бар, сол қызбен дос болғам, көрші ғой, бірге ойнап жүріп. Кейін бір асықпай әңгіме айтып, енді бірімізде сөйлесіп кеттік та, ол маған айтады. Шейіт, суннит деп бірдеңке. Мен түсінбедім, что мен білмегем да оның не екенін. Потом ол маған түсіндірді, потом өзімде қазбалап зерттедім, іздедім. Енді қараңдар, суть неде? Шейіт дегенде бүйтеді екен. Мұхаммед пайғамбар енді қайтыс болды ғой, сол кезде енді жылын сәл ұмытып тұрмын. Примерно сол 600 бірдеңке, 647 ма, 670, сондай жоба ше, сол жылдар точно ұмытып тұрмын енді. Сол жылдары точно айтыр. И шейіттер айтады екен, сол ислам мемлекетін тек қана сол Мұхаммед пайғамбардың ұрпағы ғана билікке келе алады дейді екен. Али, білесіңдер ғой, двоюродный брат Мұхаммед пайғамбар Али. Ал сунниттер, Мұхаммед пайғамбар ол адам. Ол святой емес, ол Құдай емес, ол адам. Яғни, билікке келетін адамда не только ол кісінің ұрпағы, жалпы біз үлкен голосование көп дауыспен соны алу керек деп айтқан. Сенбесеңдер, өздерің оқып көріңдер, ол өздерінде керемет білесіңдер, ол ақпараттарда. И сөйтіп, билікке Абу Бакр келді. Абу Бакр деген жаңа көп адамдар соған дауыс беріп, соған келді. Сол кезде ана Али бар ғой, сол Алидің жан-жағындағы ана арамы сүмелектер, соны үгіттеген. Давай Абу Бакрге соғысаршы, соның билігін тартып ал деп. Ал Али олар сияқты ақымақ болған жоқ, көрдіңдер ма? Сол кісінің өзі қандай ақылды, солардың провокациясына берілген жоқ. Дұрыс қой, берілген жоқ. Енді сол екі халық бір-бірімен әлі соғысып жатыр, әлі. Мысалы, сол 18-ші ғасырда Иранның астанасы ғой, Бағдад. Соның вроде оңтүстік батысында Кербела деген қала бар, 100 шақырымдай жерде орналасқан. Сол жерде мысалы, жаңа сунниттер, шейіттерді қырып тастады. Енді ойланыңдаршы, христианда да Варфоломейская ночь деген естіпедіңдер. Францияда сол екеуі де христиан, бір-бірін қабылдай алмай, то есть біреудің, сол Құдайға қараш, жаңағы исламдағы да оқиға, христиандағы да оқиға, екеуі де бір Құдайға табынып тұрды, бір Алла тағала. Но из-за того, что ол адам сен сияқты сыйынбағаннан кейін бір-бірін сояды. Ойлашы, мейірімділік Құдайға сеніп тұрғанда сойып кетеді бауызы. Варфоломейская ночьта 30 мың адамды бір түнде қырып тастаған. 30 мың адамды қырып тастаған гугеноттарды. Кәні адамдардың мейірімділіктері сонда. Өздерің ойланып көріңдер, тұрса бір рет ойланып көріңдерші. Шынымен де өзінің дінін құрметтеп, Құдайға шын көңілімен сенетін адам, басқа адамды сен сыйынғандай емес, басқаша сыйынатын үшін бауыздап кеткенге енді. Ой, бля, достар, ой, бля. Сонда жаңа Мұхаммед пайғамбар, сол Али, олар егер өздері сол моментте көрген кезде ше, шынымен де ол ондай не этого вообще оны түсінбейтін де шығар, дұрыс қабылдап даже ақымақтықтарына таңғалады ғой олар даже, понимаете? Түсіндірсем мені? Бұрмалаушы адамдар өте көп. Даже бар ғой, кейбір адамдар Құдайдың өзінің, даже Құдайды андай логически дұрыс емес сөйлейтіндей қылып жібересіңдер ғой сендер ше. Бүйтеді да мысалы. Кешегі спорластыққа біреу маған бүйтеді. Алла тағала қаласа иман береді, қалаған пендесін мұсылман қылады. Иман Алладан. Ал керек емес адамды мұсылман қылмайды дейді. Неге? Сонда енді елестеді. Африкада туылған байғұс бар, Индияда туылған байғұс. Не повезло болып. Сонда оған иман бермеді ма не? Или оған мұсылмандық бермей, только саған берді ма? Неге сендер сөйтесіңдер айтыңдаршы маған?
Неге сендер сөйтесіңдер? Өздерің адамгершілік жақтан ойланыңдаршы. Біреуді. Екеуі де айтып тұрмын ғой, екі ағым. Исламның екі үлкен ағымы, христиандықтың жаңа үлкен екі ағымы бір-бірін сәл басқаша сыйынған үшін сойып бауыздап жатыр да. Арабская весна оқып көріңдерші, в общем, өздерің білесің ғой бәрін. Сұмдық қой достар, кәні не? Бейбітшілік. Достар, бір өздерінің құдайларына сыйынып тұрып, өздерінің әскерлерін басқа адамдардың отбасын, бала-шағасын, кемпірлерін сойып кетуге благословить етеді да, батасын беріп тұрады. Өзінің церковіне, жаңа өзінің мешіттеріне сыйынып ше, ана басқа елдің халқын қырып келуге бата береді ғой. Енді білмеймін достар, енді өздерің ойланып көріңдер, жақсылап логически.